Кімде бар мақал мәтелдер ана туралы? Кімде бар сабақтар? Тағы кімде қандай маша гүлім, күзде тоңы, ана деп ән салам, е? Жүрек мейлі. Кім жаттады? Кім жаттады? Ана деп ән салам, жүрек мейлі жүзге толы, бөлек бөлмен салам. Бұл енді бүкіл махаббат жазған ғой. Енді ислам жақсы. Қасиет. Оқыңыз. Адамдық қасиет. Дұрыс па? Молодец. Қандай? Әжелерің бар үйлер, аталарың бар үйлер. Қандай? Қандай? Бақытты үй. Өте жақсы. Әже сөзі, тәрбие көзі. Жақсы. Каусар? Үлкені сыйлағанды ел сыйлайды. Ел сыйлайды. Ерімнің бастауы. Жоқ, тапсырманы оқысан шығаңдар дейді. Не екен шұғын шығармақ сол шыңыз? Счастье. Екінші? Должность Человечество, да? Мы должны... Мақалдың позиция. Пословица о маме, да, например, да? Какая... Бірінші, кім айтып берді? Кім айтады? мейірімділікті, ақылдықты, біз әдемілікті мамамыздан береміз. Біздің мамам мейірімділік береді, біз мейірімділікті боламыз. Толық айтыңыз, мен анам. Мен анамды жақсы көремін. Сіздің анаңыз ең әдемі әйел ма? Иә. Менің анам. Менің анам өте әдемі. Ең жақсы Ең жақсы әдемі. кісі, иә? Иә. Бәріне көмектеседі бізге. Біздің нашей жизни, Біздің өмірімізде. біздің өмірімізде қатты махаббатты береді. Үлкен махаббат береді. Сіз анаңыз жақсы көресіз ба, иә? Мен анамды толық айтыңыз. Мен анамды жақсы көремін. өте жақсы. Өте жақсы. Жақсылық үшкемпір қай жылғы олимпиадаға қайда өтті оған? Түсінік ма? Большая тема. Жоқ, жақ үлкен тақырып. Жоқ. Дұрыс емес, на небе, да? Қызым жағадағы құндызым. Құндыз это ценное, это мех. Как? Ты мой амулет, ты дочь моя. Сын мой. Каусар хорошее слово говорила про казахов. Жағадағы ұлым, аспаздағы. Авторы? Мұзафар Әлімбай. Неправильно, дұрыс. Лағатты іс. Дина үлкенді сыйлау. Үлкенді сыйлау. Что увидишь в семье, что получишь в семье. Я... Қандай хормен оқып жүрейік бала. Ұрпақ. Ұяда не көрсең. Яғни. Ер бала. Тимур оғарата. Үлкенді сыйлау. Сөзді. Что получишь в семье, это фразеологические единицы, да, балалар, да? Я дегеніміз, иә? Я вообще это гнев. Так, ну, бал ма сонда? Иә, бал. Топ жауап беріп, бәтір айтып тұрыңыз. Мен айтайын ба? Оларда бәрі айтып тұрыңыз. Сіз айтыңыз. Сыйлау. Арғысы. Сосын. Бақытты жақсы. Әдепті болу, сабақ жақсы оқу. Динар. Кімге көмектесу керек? Ата-анаға көмектесу керек. Дұрыс па? Тәртіпке жасама болсын ба? Аяқ. Жақсы оқу керек, иә, мектепте. Сіз, Настя, сіздікінде? Үйді жинау. Ол да жа. Динас.
Ол қайталанды бұл. Үлкендерге сөз қайталанды. Молодец. Какую тему? Скачать ол тәрбиесі. Қайсыны таңдайсыз? Мына жерді таңдаңыз. Ұлт тәрбиесі, иә? Как береді ұлт тәрбиесі? Қандай? Кәм мақсаты қандай? Балалар, сіздер бір-біріне көмектесу керек. тұрып айтыңыз әсем. Ұлт тәрбиесі, қазақтың ұлт тәрбиесінде. Қазақ ұлт тәрбиесі ол бір-біріне көмектесу керек адамдар. Бір-біріне көмектесу керек. Қолдау керек, иә, бір-біріне? Кім таңдайды? Жақсы жасау Ол бір-біріне көмектесу. Аналарыңыз қандай жақсы мысалы? Отбасына көмектесу, иә? Ең тиімсіз. Бізге ғана Бізге алу деген сөз. Ең тиімді әдісі, самый легкий путь получения знаний. Ол не? Қалай бастаймыз? Образование. Мектептен білім алу, иә? Университет, колледж. Колледж, университетте жұмыс істеу. Осының бәрі тәлімге жата ма? Жатады. Оқу. Содан кейін? Ол да тәлімге жатады ғой. Дұрыс па? Өте тамаша. Басқа тілдерді оқу. Мысалы, біз қазақша білмейтін балаларды үйретіп отырмыз ғой, иә? Перевод, иә? Мысалы, ағылшын, қазақ тілін бірінші, иә? Ағылшын тілін оқу, осы тілдерді оқу. Қазір, молодец, қазір шектік және болжалдық жүйелер сұрағылар. Ода где стрелка? Я. Давай. Жас болдың ма, балалар? Можно это показать? Мы показываем через различные частицы. Әртүрлі шылаулар арқылы адамның эмоциялары беріледі. Түсінікті ма? Демеулік шылаулар поддерживающие частицы. Мына жерде. Енді ол шектік және болжалдық демеулік шылаулар екі түр болады. Шектік және болжалдық. Шектік это определенные виды частицы, да, и болжалдық. Но не точно, да, приблизительно, да? Так, барады, ау, наверное, пойдет. Но не может сказать, уверен, что он может пойти. Біз сенімді емеспіз, оның нақты баратынына, иә? Болжалдық, демеушілік шылаулар. Демеулік шылаулар, иә? Жақсы. Шек. Ғана тек ақ. Мысалы? Біреу ғана. Біреу ғана екен, иә? Жақсы. Бірінші тапсырма 195. Перевод, пересказ на казахском языке. Сами готовите пересказ. Перевод үй тапсырмасы. Сөздікті жаттау. Сөздікті жаттау. Түсінікті, иә? Сабақ аяқталды, балалар. Сау болыңыздар. Сабақ ұнады ма? Сіздер де мағынадыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет балалар.